Баршаңызға сәлем. Бүгін баялдыдан өте дәмді тағам жасайтын боламыз. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Менің каналымда түрлі тағамдардың рецептілері бар. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Баялдыны жақсылап жуып алып, екі жақ шетін алып тастаймыз да, тең екі бөлікке бөліп алып, осы видеода көрсетілгендей ортасын ойып кесіп аламыз. Кесіп алған баялдының ортасын осылай төртбұрыштап кесіп турап алып, ыдысқа салып аламыз. Қызып тұрған табамызға сұйық майымызды құйып, оның үстіне алдын ала туралып дайындалған пиязымызды салып, оның үстіне сәбізімізді саламыз. Туралған баялымызды саламыз. Қызанағымызды саламыз. Тартылған етімізді салып, татымына қарай тұзы мен қара бұрышымызды салып, 10-15 минут қуырып бұқтырып аламыз. Формамызды майлап алып, осылай баялына тізбектеп қойып аламыз да, дайын болған салмамызды саламыз. Үккіштен өткізілген ірімшікті, яғни сиырды осылай салып шығамыз. Үстіне майонез жағамыз. Сіздер ірімшіктің астына жағып алсаңыздар болады, мен осылай жасадым. Қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Бетіне қалауыңызша аз көк сепсеңіз болады. Баялдан жасалған тағамыз дайын болды. Өте жұмсақ, сондай тәтті болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менің каналыма тіркеліп, басқа да тағамдардың рецептілерін қараңыздар, көріңіздер. Және де лайк басыңыздар. Сіздермен бірге болған Салима.